Жақын адамдарының атына жасалған жұмыстарды жұмысқа жатқызуға болмайды. Әрқашан бейтаныс адамдарға қамқорлық жасайтындар көбінесе кімге қамқорлық жасау керектігін байқамайды. Туыстар сенің әлсіз тұстарыңды көретін, бірақ әрқашан сенің күшті жақтарыңды қолдайтын және сенетін адамдар. Біздің әрқайсымыздың өмірімізде тек екі жол бар. Бүгінгі қолымызда бар нәрселермен келісу немесе өмірімізді жақсы жаққа өзгерту үшін жауапкершілікті алу. Адамдар әдетте жақындарын жақсылық тілеймін деген желеумен қинап қояды. Сүйетін туыстарының, уайымдаған достарының және құрдастарының кеңесінсіз екі адамның арасында болған нәрсе тек олардың арасында қалуы керек. Бір-біріңе қамқор болыңдар, хабарласыңдар, өмірдің қиын кезеңдерінде қолдау көрсетіңдер. Кімнің қашан кететінін бір Алла біледі. Мүмкін уақыт таяп қалған шығар. Отбасы ағаштың бұтақтары сияқты. Біз әртүрлі бағытта өсеміз, бірақ тамырымыз бір болып қала береді. Ешқашан туыстарыңызды жақсы танимын деп айтпаңыз, егер сіз олармен мұраны бөліспеген болсаңыз. Өзіңіздің бойыңызда бір жақсы мінезді тәрбиелеңіз. Сізді ренжіткен туыстарыңызбен ешқашан тартыспаңыз. Оларды барлық жағымсыздықтарымен үндемей жалғыз қалдырыңыз және кетіңіз. Туыстар мен жақындар басқаларға қарағанда қатты соққы береді, өйткені олар өте жақын болғандықтан. Сіз аштыққа төзе аласыз, суыққа төзе аласыз, бірақ төзе алмайтын нәрсе бар. Сіздің кінәңізден жақын адамдарыңыздың азап шегуі. Туысқан және жақын адамдар қасымызда болғанда кез келген күн мерекеге айналуы мүмкін. Саған бейтаныс адамдай қарайтын туған көздерден жаман ештеңе жоқ. Ешқашан жақын адамдарыңызға сенбеңіз. Әйтпесе басқалардан бірдеңе күту сізді тәуелді және әлсіз етеді. Керісінше, жақындарыңыздан еш нәрсе талап етпей, көмектесуге және оларға қамқорлық жасауға тырысыңыз. Маған жақын адамдар менің ойымда, сүйіктілер жүректе, қымбаттары дұғада, ал біреудің жолы 3 рет болды. Жақын адамдарыңыз үшін өзіңізді және өзіңіз үшін жақын адамдарыңызды бұл өмірде сақтаңыз. Өмірдегі ең керемет сәттер өзімшілдік жетістіктермен байланысты емес. Бірақ біз жақсы көретін және құрметтейтін адамдар үшін жасаған амалдарымызбен байланысты. Туыстар біздің ішкі қасиеттерімізді көрсететін, өсіп өнімізге көмектесетін айна. Ағашты тамыр ұстайды, адамды туыстары ұстайды. Егер бай сараң болса, онда оның туыстары да, достары да жоқ. Отбасы қандас туысқандар мен ақша мәселесіне байланысты жанжалдасатын адамдар тобы. Туысқанның екі түрі бар. Ура келді және ура олар келмейді. Жақын адамдарды айыптамайды, оларды қолдайды. Жақындықтың шынайы өлшемі кешірім дәрежесі. Тек ең жақын адам ғана бәрін кешіре алады. Жақындарыңызды қайта жасауға тырыспаңыз. Адам сіздің қалауыңыз бойынша өзгермейді. Ол тек жалтарып, кейіп танытып, өтірік айта бастайды. Бұл оңай және жеңіл, бірақ өзгеру жоқ. Дүниеде ата-ана махаббатынан басқа шынайы ештеңе қалмады. Дос қиыншылықта, батыр майданда, адал қарызды өтеуде, әйел кедейлікте, жақын қиыншылықта белгілі болады. Тағдырдың бізге берген ең жақсы сыйы, біз оларға сіздің бар болғаныңыз үшін рахмет деп айтатын адамдар.
Егер біз жақын достарымыз бен туыстарымыздың біз туралы не ойлайтынын білсек, өмір барлық сүйкімділігін жоғалтады және біз әрқашан адам төзгісіз, үмітсіздік пен қорқынышта болар едік. Жақын адамдар көбінесе қиын рөлге түседі, біздің лас құпияларымызды сақтаушылар. Адамдардың туыстары мен достары туралы мәлімдемелері олардың өздерінің қандай екенін көрсетеді. Сәттілік келсе, сізге бейтаныс адамдардың туыстар мен ағайындарға айналғанын көресіз. Бірақ сәттілік кетсе, туыстар мен ағайындар жат болады. Егер бұл біздің әл-ауқатымызға қауіп төндірмесе және өз еңбегімізді төмендетпесе, біз жақындарымыздың кемшіліктерін ықыласпен жасырамыз. Таңертең ең бірінші ойлаған адам және түнде ең соңғы ойлаған адам сенің бақытты болуыңның себебі немесе бақытсыз болуыңның себебі. Адамдар бірте жақын болады, бірден бөтен адамдар болады. Сіз басқалар үшін өмір сүре алмайсыз. Сіз өзіңізге қажет нәрсені таңдауыңыз керек, тіпті сіздің жақындарыңызға ұнамаса да. Достарыңызға жиі барыңыз, жүрмейтін жолдар арамшөптер мен тікенектерге толады.